Менің аты жөнім Смайылова Айнұр Асанқызы. Мен қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. 2011 жылы Халықтар достығы университетінде қазақ тілі және әдебиеті мамандығы бойынша оқуға түсіп, 2014 жылы тамамдадым. Педагогикалық жолымды балабақшадан бастадым. Осы салада жұмыс істей жүріп, мен бала тәрбиесінің ең нәзік әрі жауапты тұстарын тереңнен түсіндім. Балалардың тілі енді шығып, ой санасы қалыптасып жатқан сәтте дұрыс бағыт беру, сөйлеу мәдениетін қалыптастыру аса маңызды міндеттердің бірі екенін түсіндім. Бұл тәжірибе маған әрбір баланың ішкі жан дүниесін үңілуді, тілдік қабілетінің алғашқы қадамдарын бағалап дамытуды үйретті. Енді мен осы жинаған тәжірибемді мектеп қабырғасында жалғастырып, оқушыларға сапалы білім мен тәрбие беруді мақсат етіп отырмын. Менің педагогикалық ұстанымым баланы тұлға ретінде қалыптастыруда тіл басты құрал деген қағиданы басшылыққа алу. Әрбір оқушы жеке әлем, оның ойлау ерекшелігі, қабылдауы, сезім мен қызығушылығы әртүрлі. Мұғалім осыны түсініп, әр балаға жеке жол таба білуі қажет деп санаймын. Мен үшін ең бастысы оқушы тыңдай білу, оның бойындағы жақсы қасиеттерді көре білу, шабыттандыру, өзіне деген сенімін ояту. Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту арқылы мен тек тілдік дағдыны дамытуды емес, сонымен қатар ұлттық құндылықтарды, рухани байлықты, көркем ойлауды бала бойына сіңіруді көздеймін. Мақсатым мен міндеттерім оқушыларға қазақ тілі мен әдебиетін терең мазмұнын меңгертіп, олардың тіл байлығын, шығармашылық қабілетін, сыни ойлау дағдыларын дамыту. Әр баланың тұлға ретінде қалыптасуына, өз ойын еркін, сауатты жеткізе алуына жағдай жасау. Әдеби шығармалар арқылы оқушылардың адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру, тілді құру мен меңгеру арқылы сауатты сөйлеуге және жазуға үйрету. Шығармашылық тапсырмалар арқылы оқушылардың ойлау қабілетін дамыту. Топтық, жұптық жұмыстар арқылы ынтымақтастыққа, жауапкершілікке баулу. Әр оқушының жеке қабілетін ескере отырып, саралап оқыту әдістерін қолдану. Сабақтарымда оқушылардың қызығушылығын арттыру мақсатында заманауи педагогикалық технологияларды қолданамын. Атап айтсам, интерактивті әдістер, рөлдік ойындар, пікірталас, сұхбат, инсерт, кестелер, суретпен жұмыс, мәтінге талдау. Актыны пайдалану, презентациялар, бейне материалдар, платформалар арқылы сабақтың тартымдылығын арттырамын. Топтық және саралап оқыту, әр оқушының деңгейіне қарай тапсырмаларды беру, өзара бағалау, кері байланысын жүргізу. Мұғалім болу жай ғана мамандық емес, бұл жүрек қалауы мен үлкен жауапкершілік. Мен осы мамандықты үлкен сүйіспеншілікпен таңдадым және өз білімім мен тәжірибемді болашақ ұрпақ тәрбиесіне арнауға дайынмын. Мектеп қабырғасында өзімді шығармашылықпен жұмыс істейтін, ізденуден жалықпайтын, балалармен тіл табыса алатын ұстаз ретінде көрсеткім келеді. Оқушылардың білім мен тәрбие жолында биік белестерді бағындыруына себепші болғым келеді. Ұстаз деген жарықтан ойға білім дарытқан еңбегі бар ақталған бала қиял тәтті арман ұстазыма сақталған сүргін басиымы ұстаз лайық құрметке қабылда бол әні шәкіртіңнің алысы деп айтқан жүрекке
есімде гүл ұсынған, көкке қиялы ұшырған, құпияңды жасырған кезде. Ақ тілегім бақ еммен, талай жанға бақ берген, өмір жолын сап берген сізде. Басиымы алғаш жарық танытқан, ұстаз деген жарықтан, бойға білім дарытқан нұр бұл. Еңбегі бар ақталған, бала қиял тәтті арман, ұстазыма сақталған сүргін. Басиымы ұстаз лайық құрметке, қабылда бол әні шәкіртіңнің, алғысы деп айтқан жүректен. Есімде гүл ұсынған, көкке қиял ұшырған, құпияңды жасырған кезде. Ақ тілегім бақ еммен, талай жанға бақ берген, өмір жолын сап берген сізде. Басиымы мәңгі ұстаз лайық құрметке, қабылда бол әні шәкіртіңнің. Демесе мұғалім, балалар оңай емес, 30 бала алдында отыр, өзің балаңа кейде білім беруге нең шыдамайды сен, жүйкең шыдамайды. Енді біреудің балаларын 30 баланы жинап алып сабақ беру оңай емес, ұстаздық қылу оңай емес. Бірақ Алла Тағала соған жүрегіне салып қойған, соны берген да ұстаздық қылуда. Махаббат қайрат екеулеп шымырлатқан денені, көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі. Көк тудың алғаш жарық танытқан, ұстаз деген жарықтан, бойға білім дарытқан нұр бұл. Еңбегі бар ақталған, бала қиял. Ұлы ақын, ағартушы, қазақтың жазба әдебиетінің және әдеби тілінің негізін салушы Абай Құнанбайұлы 1845 жылы 10 тамызда Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында Шыңғыс тауының бауырында дүниеге келген. Абай атақты тобықты руының Ырғызбай деген тобынан тараған. Әкесі Құнанбай Өскенбайұлы өз заманында ел басқарған адам болған. Ол тарихта өжет, қатал мінезді, елді әділ басқаратын басқарушы ретінде, ал анасы сөзге шешен, сабырлы, байыпты дана әйел ретінде танылған.
Абайдың балалық шағы балалықпен емес, көбінде даналардың маңында жүріп даналықпен өткен. Басқа балалар секілді ойыннан емес, кітаптан және әжесі Зеремен келген сөзге шешен қонақтардың сөзінен бас алмай құлақпен түре тыңдап, жүрегіне бойлатумен өткен. Осы қасиеттерінен болар, әкесі Құнанбай көп баласының ішінен ел билеу ісіне Абайды жастайынан тартқысы келген. Бала Абай 7 жасқа дейін әжесі Зеренің ертегі әңгімелеріне тояттана өсіп, 1852-55 жылдары ауыл медресесінде Татар Ғабитхан молдадан сабақ алады. 1855 жылы 10 жасында ол ең алғашқы өлеңін жарыққа шығарады. 1855-58 жылдары Семей қаласында татар имамы Ахмет Ризаның медресесінде оқиды. Әкесі Құнанбай Абайды ел билеу ісіне ерте араластыру үшін оқудан шығарып алады. Ел билеу ісінде Абай 1866-68 жылдары Күшік Тобықты болысының болысы болып сайланып, бұл қызметті абыроймен атқарады. 1872-74 жылдары Күшік Тобықты болысына екінші рет болыс сайланып, сонда қызмет атқарады. Абай бос уақытында аңшылық өнерін, арқар, киік ату, қасқыр соғу, бүркіт баптап түлкіге салу ісіне өте қатты қызығады. Абайдың отбасылық өмірі. Абайдың Ділдә, Әйгерім және Еркежан деген 3 жары болады. Ол кезде көп әйел алуға рұқсат етілген еді. Үшеуі де бір уақытта ақынның жары болды, бірақ әртүрлі ауылда тұрған. Абай Ділдәға 15 жасында үйленді. Неке жастардың әкелерінің келісімімен қиылған. Ділдә де Абай сияқты текті отбасынан шыққан. Ол Қазбек бидің ұрпағы Арғын руының биі Алшынбайдың туған немересі. Абайдың бәйбішесі Ділдәдан Ақылбай, Әкімбай, Әбдірахман, Райхан, Күлбадан және де кенже баласы Мағауия тарады. Ақынның екінші жары Әйгерім, оның шын есімі Шүкіман, болжам бойынша қант сияқты тәтті деп аударылады. Ал оған Әйгерім деген есімді Абайдың өзі қойған. Қыздың сұлу болғаны соншалық ақын оны Ай-Керім деп атап кеткен. Абай Әйгерімге 30 жасында үйленген. Олардың жас айырмашылығы 11 жасты құраған екен. Әйгерім ақынның ең сүйікті жары болған. Абай өз сүйіктісін кездестірген жердегі бұлаққа қыздың есімі берілген. Әйгерім де текті отбасынан шыққан қыз. Ол ұлт батыры, қазақтарды жоңғарлардан қорғаған Мамай батырдың тікелей ұрпағы. Абайдың екінші әйелі Әйгерімнен Тұрағұл, Мекайыл, Іскайыл және Кенже атты ұлдары тарайды. Ұлы ақынның үшінші жары Еркежан. Ол бастапқыда Абайдың інісі Оспанның әйелі болған. 1892 жылы Оспан қайтыс болғаннан кейін Еркежан әмеңгерлікпен Абайдың үшінші жары болып, ақынның өмірінің соңғы 11 жылында Жидебайда бірге тұрған. 1904 жылы 23 маусымда қазақ халқының ұлы перзенті, әлем ойының алыбы Абай Құнанбайұлы Бақанас жайлауында